саламатсыздар ма? Сіздер Бека Төлеу YouTube арнасындасыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өзін-өзі дамыту туралы болмақ. Кіріспе. Адам әрқашан жетілуге, жаңа дағдыларды игеруге тырысып бағады. Бұл оған мансапта, жеке өмірінде және өмірінің кез келген саласында көмектеседі деп нық сеніммен айтуға болады. Егер сіз бұрын белгісіз нәрседе, яғни белгісіз қызметте өзіңіздің бағыңызды сынап көргіңіз келсе, жаңа дағдыларды игеріп, жеке қасиеттеріңізді дамытқыңыз келсе, келесідей сұрақ туындауы мүмкін. Өзін-өзі дамытуды неден бастау керек? Жалпы өзін-өзі дамыту қазіргі адамға қажет пе? Жоқ. Бүгінгі видеода дәл осы сұрақтарға жауапты таба аласыздар. Өзін-өзі жетілдіру жолы қиын жол. Оны әрқайсымыз ұстанғымыз келмейді. Ол ең аз энергия шығынына келетін. Яғни, уақытты бос өткізетін шаруаларға қарағанда қиынырақ. Кейде адамға ақы төленбейтін, күш-жігерден жұмсамайтын, практикалық пайда келмейтін жол екенін түсіну қиын. Өзін-өзі дамытудың ұзақ мерзімді перспективасы көптеген ресурстарды пайдаланбай, тез нәтижеге үйренген адамдарға сәйкес келмейді. Ғалымдардың пікірінше, ең алдымен өзін-өзі дамыту миды жақсы күйде ұстау үшін қажет. Көптеген қарт адамдарда болатын деменция ауруы туралы бәрі біледі. Бұл жағдайдың алдын алу үшін ғылыми әдебиеттерді оқып, логиканы дамытатын ойындар ойнау ұсынылады. Сондықтан ми әрдайым іс жүзінде қалады. Ми жасушалары ерте атрофияланбайды. Миын жаттықтырып тұратын адамның да қартайғандағы ақыл-естің тежелуі бөгет емес. Жас кезінде адам өзінің болашақтағы кәрілігімен алаңдамайды. Сондықтан өзін-өзі дамытуды кейінге қалдырады. Яғни, көп уақытты бос өткізіп, ойынға жұмсайды десе де болады. Дәрігерлер медицина саласында озық білім алу үшін семинарларға үнемі қатысып жатады. Мұғалімдер болса, білім беру жүйесіндегі өзгерістер туралы үнемі хабардар болу үшін біліктілік деңгейлерін арттырады. Кәсіби дамусыз, олардың жұмыс әдістеріндегі барлық өзгерістерді білу керек деген мамандардан айырыламыз. Яғни, бұл дегеніміз өзін-өзі білім алу қажеттігін өте алмайтын адам қазіргі заманда бәсекеге қабілетті бола алмайды. Кәсіби даму әрқашан жеке өзін-өзі жетілдіруден басталады. Егер адам мотивацияны, құлшынысты, зейінді, ынтаны, нәтижеге бағдарлануға дамытпаса, ол өзінің кәсіби дағдыларын дамытуға күш салмайтыны анық. Табысты, бірақ ұқыпты хирургтар жоқ. Ал қызығушылығымен балалар ортақ тіл таба білумен ерекшеленбейтін мұғалімдерге жыл мұғалімі деген атақ берілуі екіталай. Әркім өзін-өзі дамытудың жолын өзі таңдайды. Бірақ оның қажеттілігі мен пайдасы сөзсіз екені барлығымызға белгілі. Өзін-өзі дамыту қалай басталады? Ең алдымен сіз даму не үшін керек? Яғни мотивацияны анықтап алыңыз. Ол үшін келесідей сұрақтарды өзіңізге қойсаңыз болады. Бірінші, мен мына ақпаратты қазір меңгеріп, болашақта қолдана аламын ба? Бұл меңгерген ақпаратым келесі 5 жылда өзекті бола ма? Және осы ақпараттың барлығы қандай нәтижеге әкеледі? Осы қарапайым 3 сұраққа жауап беру арқылы сіз өзіңіздің мотивацияңызды анықтайсыз. Келесі қадам бұл нәтижеге жету жолындағы нақты жоспар. Яғни, сіз күнделікті іс-әрекет жасау арқылы болашақтағы нәтижеге жету жолыңызды қалам мен қағаз алып, соған жазып отырсаңыз да болады. Сол арқылы сіз өзіңіздің істейтін әрекеттеріңізді көз алдыңызда көріп, қайткенмен де белгілі бір кішігірім әрекеттерді жасауға ұмтыласыз. Келесі қадам бізде ол өзін-өзі даму салаңызды таңдаңыз. Яғни, бойыңызда қандай дағды, қандай білік бар екенін белгілеп алыңыз. Қол еңбегі болсын, ой еңбегі болсын, әр адамның өзінің жеке бір ерекшелігі болады.
Сол ерекшелігіңізді дұрыс пайдалана алыңыз. Дұрыс көрсете біліңіз. Дұрыс қолдана біліңіз. Мүмкін сіз мектеп түлегі боларсыз. Бәлкім сіз студентсіз. Немесе жұмыс іздеп жүрген университет түлегі боларсыз. Қандай әлеуметтік жағдайда болмасын, сіздің бойыңызда өткен өміріңізден жинақталған білім мен тәжірибе бар. Соны ұмытпаңыз. Әрі қарай сол салада даму бағыттарыңызды анықтап, өзіңіздің құзыреттілігіңізді жаңа деңгейге көтеріңіз. Сонымен достар, өзін-өзі дамыту тақырыбындағы бұл видеомыз аяқталды. Мұндағы ақпаратты тек негізгі ақпарат ретінде түсінді деп ойлаймын. Ал енді каналға жазылыңыздар, подписаться кнопкасы арқылы колокольчикті басыңыздар. Бұл менің каналымның және жалпы қазақша контенттің дамуына үлкен септігін тигізеді. Келесі кездескенше сау болыңыздар.